Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін біз винегрет салатын жасайтын боламыз. Менің каналымды видеоларымды жібере алмау үшін алдын ала тіркеліп қойыңыздар. Керекті заттар: қызылша, картоп, сәбіз, қияр, горох, жуа. Қызылша, картоп, сәбізімізді суда асып аламыз. Картопымызды кубиктеп турап ыдысымызға саламыз, және сәбізімізді кубиктеп турап саламыз. Соленый огурцымызды саламыз. Консервадегі горохымызды саламыз. Және туралған қызылшамызды саламыз. Және бір жуаны ұзыншылап турап, қолымызбен мыжып, бетіне саламыз. Енді дәміне қарай бір қасық тұзымызды, жарты қасық қара бұрышымызды саламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша салады. Және қызып тұрған отымызға азғантай сұйық майымызды қыздырып, жуамыздың үстіне құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салатты міндетті түрде үйден жасап көріңіздер. Салатымыз өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.